Бұл видеондеуім ішкі істер министрі Ахметжановқа, президентке, премьер-министр Смайыловқа, бас прокурор Асыловқа, жоғарғы сот төрағасы Асановқа арналады. Алдын ала ғапу, шешендігім болмағандықтан жазып алдым шатаспас үшін. Нұрлан Мәсімовтің кезінде полицияда тілге аздап болса да бетбұрыс болған. Қазір қай телефонға қоңыраулатсаң, көбіне слушаюларды естисің. Слушаю. Нұрлан Мәсімов тілді дамыту үшін ұсыныстарымен де, қарапайымдылығымен де полиция бөліміне шақырып, міне көрнекі ақпараттар бірінші қазақ тілінде деп өзі көрсетіп, аздап болсын симпатияға ие болған. Бұл оны қаңтар оқиғасы кезіндегі жаппай ұрып соғулардан еш құтқармайды әрине. Осы кезде соттың да түгелдей дерлік жергілікті билікке бағыныштылық бет-пердесі ашылды. Бейбіт митингіге жиналғандардың 90%-нан кем емесі ұрып соғумен қатар кем емесін. Екінші жаза әртүрлі мерзімге түрмеге ытқытты. Соттар конвейермен өтті. Адвокат жалдау мүмкіндігін бермеді. Солай болды көбінесе. Динамо деген ғимаратта жаппай ұрып соғу, сол жерде соттаулар да параллель түрде өтті. Тағы тілге келсек, жергілікті полиция қызметкерлерінің конфликт болған жерде қайталанбас үшін қызметтік инструкцияға жатады білуімше. Заң тармақтарын айтудан бас тартулықтары. Не олар орыс қой, үйренеді, тағысын айтып, мемлекет ұлт тілін ысыра беруін қалай түсінеміз? Заңды түсіндірген орны. Кеше орталық полиция бастығы Ауысхан Руслан, қазақша сөйлегеніңіз, қызмет талап еткеніңіз, орыстардың құқығын бұзу деп айды аспаннан бірақ шығарды. Тұтынушыларды қорғау заңында керісінше айтылса да, уәжі, президент солай айтқан. Енді осыған орай, президент мырза, солай айтқан болсаңыз, осы заң күшін жойдыңыз ба? Не орыс тілі мемлекеттік тілге айналды ма? Қазақстан Республикасының мемлекет құрушы ұлты ендігәрі өз тілін тек өзара пайдалана алатын резервациялық ұлтқа айналды ма? Бұл көрші Біріккен ұлттар ұйымы агрессор деп таныған елдің соңғы жылдары Украинадағы соғыстың алдындағыдай бізге жасалып жатқан қорқыту үркітулеріне басып, олардың губерниялығына дайындық па әлде? Жоқ болса, неге елдің егемендігін сақтап қалатын негізгі күш қазақтардың рухын түсіріп, өз елінде өз тілін пайдалана алмайтын деңгейге дейін жалтақ жасықтықты тәрбиелеу жалғасып жатыр? Неге келімсектерге «Вы на каком говорите?» дегенге дейін кемсітіп, қорлауға жол ашылып жатыр керек өңірінде? Без проблем обойдусь без вашего языка. У вас спрашивать не буду. Говорите на нормальном русском. Я не знаю ваш язык. Я с России дегендер қаптап кетті. Кеше Керекудің дүкенінде ойымша Ресейден келген гасарбайтерлар алдында бірнеше «Я не понимаю ваш язык. Говорите по-русски» дегеніне тұтынушыларды қорғау заңы бойынша айтып бергенді олардың тілінде. Құқым бар қазақша сауда жасауға дегеніме қарамай, сүт сатудан бас тартты. Және өзімді видеоға түсіріп, прокуратураға сотқа берем деп қоқан-лоққы көрсетті. Мемлекет тіліне, мемқұрушы ұлт тіліне тосқауыл қою, болдырмау, нағыз нацизм және фашизм деп есептеймін. Соны айттым да өздеріне. Дүниежүзі мемлекеттерінде осы шектен шыққандықтар дәл осылай қабылданары сөзсіз. Қалай басқа мемлекетке келіп, заңын таптап, сол мемлекеттің тілінің орнына, кешіріңіздер, өз тілін насаждать етеді. Бұл барып тұрған тұрақтылықты шайқалту. Меніңше бұлардың арасындағы русский мир, басқа да Кремльмен қаржыланатын жобалардың адамдары өз жұмысына кірісіп кеткенін көрсетеді. Бұлардың қаптауына өзіңіздің Ресейден ағылып жатқан орыстарға жұмыс беру керек деген сөзіңіз де
әсер еткені сөзсіз деп ойлаймын, президент мырза. Туған ауылым Ертістің осы Керек өңіріндегі дәлел видеосы ютубта аудандық поштасында мысалы бірде-бір оператордың мемлекет тілін білмей қазақ тілерге дискриминация көрсетулері аз еді. Бастығының айтқаны жалақы аз, сондықтан басқа ешкім келмейді дейді. Бірақ жұмыссыздық өте жоғары деңгейдегі ауылда бұған кім сенеді? Жалпы Керек өңірінде еш сервис орталығында қазақша қызмет онсыз да ала алмайтынымыз 99%. Енді қалай қазақ тілі болмақ? Егер Павлодар қаласында қоғамдық даму бастығы Гүлжан Сериковна аудиожазбасы бар. Кеше сәлеметсіз бе деп хабарласқаныма здравствуйте деп жауап береді. Қалай болмақ қазақ тілі? Егер 20 жыл мем қызметтегі қазіргі Байхановтың тілге ішкі саясатқа жауапты орынбасары Светлана Гладышева 20 сөзді жаттағанның орнына «А что? Нам теперь уехать в Россию» деп тілді өзі болдырмай отыр. Қалай болмақ патриоттық сезімдер? Егер әділет басқармасы назад в СССР Сталинді дәріптейтін дүкен кафелерді тіркеп жатыр. Жуықта парамен ұсталған мәдениет басқармасы басшысы Самал Бегалинова көрші елдің идеологиясын насихаттайтын ескерткіштерді орнатуға рұқсат беріп отырған болған. Қалай болмақ қазақ тілі? Егер облыс прокуроры Абдиханов араға жыл тастап екінші рет барғанымда, барлық оперативтік ақпарат әлі орыс тілінде ғана екенін айтқанымда, бұл біздің ішкі жұмысымыз деп, сонысымен біз өз жұмысымызды тек Ресей Федерациясының тілінде атқарамыз деп отырса. Қалай болмақ қазақ тілі? Егер осы прокуратура қызметкерлері, сондай-ақ тұтынушыларды қорғау департаменті басшысы Аубакирова қазақша қызмет алуымызды шектеп, дискриминацияны қолдан жасап, заңға өздері қарсы шығып, сіздерге ешкім міндетті емес қазақша қызмет көрсетуге деп отырса. Басым көп сервис мекемелеріне қазақ тілдерінің құқын бұзбау үшін қоғамның неге барлық жерде тек орыс тіліндегі қызмет деген наразылығын тудырмау үшін бар болғаны 10-20 сөзден бастап 100 сөзге дейін ғана білу керектігі қаперге де алынбайды. Сонысымен мемлекеттік қызметкерлер мемлекет тілін пайдалануға жан тәнімен бұғат салып отырса, қалай қазақ тілі болмақ? Осы жазылғандарды жылдар бойы жергілікті биліктің бетіне басып әшкерелеп, орындарын босатуды талап етіп келемін. Сондықтан олардың соңғы жылдары маған жасаған неше түрлі қитұрқыларымен қатар соттатып жіберсе де таң қалмаймын. Керісінше 17 жыл қоршаған ортамен қазақшаға көшкенім үшін ұрып соққан, лақтырылған, боқталған, расист, фашист, нацист, ұлтаралғысына қағушы, психикалық ауру, тағысын кемсіткен қорлағандарға куәгер болған, не видеоға түсіп қалған бірлі-екілі кездейсоқтық болмаса, ешқашан түк болған емес. Айтыңызшы, президент мырза, қай басқа елде осындай масқара мүмкін? Сосын мемлекетке патриоттарды алу керек деген сөзіңіз көзбояушылық па? Сұрақ. Әлде 100 рет айтылса да, ештеңеге құлақ аспайтын жылдар бойғы дәлелі видеоларым бар. Мемлекет ұлт тілін барынша жолатпайтын көзбояушылық пиарларынан басқа жергілікті әкімдердің сатқындығы ма? Не бар тіршіліктері бек мүмкін. Уақытша отырамыз, барынша қалтамызды қампайтайық, қалғаны бұл болмаса дұл болсын дегендер ме? Қаңтар оқиғасы кезінде сатқындығы әшкереленген ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті де, ұлттық қауіпсіздік комитеті әшкереленді ғой сатқындығымен. Соның жергілікті Павлодар қаласының департаменті ұлтаралық қатынасқа сына қағылып жатыр деген
жазба да ауызша шағымдарға бет бұрары жоқ. Бір апта бұрын келімсектер ұлт арасына қағып жатыр дегенме ешкім назар аударған жоқ. Егер президент мырза, сіздің бірінші кезектегі мақсатыңыз өзіңіз айтқандай ел қауіпсіздігі болса, тәуелсіздігі болса, онда коллаборант, маргинал, потенциалды отан сатқындарын дереу аластату керек мемқызметтен. Мен солай ойлаймын. Бұлардың істеп отырғаны тағы қайталаймын. Қазақта өз еліне деген сезім қалыптастырмау. Агрессор көршінің, оның ұлтының алдында тіл арқылы болса да құлдық, жасықтық, жалтақтық сезімін тәрбиелеу. Бұдан сақтану, алдын алу қазіргі қауіпті жағдайда ауадай қажет. Ресей бұлбұлдары пропагандасының ел жерімізге көз тіккен жоғарғы лауазымдағы адамдарының айтағымен екені көзге ұрады. Мемлекет тілін насихаттаған Қуат Ахметовтың үстінен 174 баппен іс қозғалғаны. Келесі өзінің дұрыс оның алдында. Өзі бүкіл ұлттық қауіпсіздік комитеті жұмысын атқарған, қазақты өз елінде қорлауға, басынуға бермеген, Қазақстан Ресей губерниясы болу керек деген сепаратист Тайчебековты соттатқан, қазақтың көгілдір лентасының инициатор авторы, соңында ұлттық қауіпсіздік комитеті сатқындығы мен таңқаларлық емес қаңтардан кейін ФСБ өкілдері қорлап ұрып, елден шығуға мәжбүр болған Ботагөз Исаны қорлап ұрып, елден шығуға мәжбүр қылдыңдар. Сол қудалау тоқтатты ма көршінің қоқайын? Билікті айтам жалпы. Мәжбүр қылды Ботагөз Исаны. Егінді сол нәрсе көршінің қоқайын тоқтатты ма? Сұрақ. Не биліктің өзі жүргізуге міндетті? Әйтпесе 91 жылы не үшін тәуелсіздік алдық? Десоветизация, декоммунизация өткізіп жүрген Марғұлан Бұранбай мен, шатаспасам балалардың омбудсмені Аружан Саин мен 86 жылы қазақ жастарын күректеген Юринба, Юдинба осы екеуінің жала пәлдерімен отырғызған сондай ел патриоты данаттың да түрмеге тоғытылғаны мен тоқталды ма Ресей? Ресейдің қоқайлары. Не Скляр бастаған полицияның біздің өңірдің. Диас Құзайыровты, Нұрлан Масымов кезінде Диас Құзайыров қудаланған жоқ. Патриот, тіл жанашыры, ұлттық құндылықтарды насихаттаушы блогерді қудалап жатқандары құтқарды ма орыстың қоқайларынан? Мүмкін керекуде ұлт мүддесін, тілін сату дәстүрге айналған биліктің басқаша айта алмаймын. Тырысумен 41 мектептің 8-і қана қазақша екені, яғни орысшасының 5 есе көптігі көз баяушылықпен аралас деп қойған олардың барлығын. Араласы 1500 бала ішінде 15-20 қазақ балалары бар мектеп, сөйтіп айтылады. Кейбірлерінде одан да көп шығар. Бір мектепте естуімше 30% бар. Бірақ коридорға шықсаң, сабақтан кейін, сен тек қана Ресей Федерациясының елінде жүргенде сезінесің. Бірде-бір қазақтықты, қазақ сөзін естімейсің сол мектептерде. Айтпақшы, осы орайда қаладағы достық атты жаңа микроаудан салынып жатыр. Сол достықта тағы да 2 мектеп ашылмақшы. 2 мектеп ашылмақшы, 2 балабақша. Соның тағы да біреуі, сол мектептердің біреуі орысша болмақшы, балабақшаның да біреуі орысша болмақшы. Онсыз орыс тілінде 5 есе көп мектепті одан сайын ұлғайтып, тағы бір мектеп балабақша ашатын болса, бұл нағыз опасыздық. Отанды сатқандықтары Ысқақов пен Байхановтың, басқа ойым жоқ.
5 есе көп орыс мектебіне тағы да бір орыс мектебін қосса, тағы да бір балабақшасын қосса, сол өңірдегі жалғыз мектеп гимназиясын жабумен де тынды өңір әкімдігі Екібастұз қаласында. Мінеки, өңірдегі қазақ бүлдіршіндерінің жаппай тек орыс тілінде сөйлейтіні, ойнайтыны, далада соны көріп жүрміз. Бұл да күндерін тек орыс тілінде өткізетін тематикалық, пиарлық мәжбүрлік болмаса, жергілікті биліктің ерен жетістігі. Дзе берсе роман болады. Осының барлығы көршінің қоқайынан құтқарып жатыр ма? Құтқарған түгел одан әрмен болып жатыр ғой. Мысалы, Қазақстанның батысында Беларуспен бірге өткізілетін жаттығулар. Одан зоры Медведевтің аузымен келесі соғысты Грузия мен Қазақстанда ашу туралы айтылып жатыр. Әлем халқының көздері жетіп жатқаны, көршінің агрессиясын ешкім және ештеңе тоқтата алмайды. Керек пе Совет одағын қайта құру? Қандай себеп ойлап таппаса да, соның жолында ештеңе қарамайды. Дәлел Украина. Ал бізге Құдай сақтасын, соғыс бола қалса, елді аман қалу үшін елдегі 70-80% қазақтың патриоттық сезімі ауадай қажет және қазір. Украинаның батыс елдері басшыларымен қатынастығы бар белгілі блогер Гончаренко Зеленскийді соғыстың басталатынын біле тұра, Құдай сақтасын, сізге қатысты болмай ма? Соғыстың басталатынын біле тұра, әрекет жасамадың деп кінәлап жатыр Зеленскийді. Бұл тағайтарым, Құдай сақтасын, соғыс бола қалса, сізге қатысты болмай ма, президент мырза? Атам қазақ сақтықта қорлық жоқ деген. Көріп отырмыз, әскерге қаржыны 2 еседей көбейттіңіз. Бұны да қалталарда кетпейтіндей қатаң бақылау қойдыңыз ба? Тәжікстандағы ақш бастаған әскери жаттығуларға да қатысып жатыр біздің әскерлер. Бірақ идеология тұрғыда барлығы неге керісінше? Егер бізге басып кірсе, жартысы рухсыз, жасық, жартысы маргиналданған орыс губерниясы болса да бәрібір қазақтар ел тәуелсіздігі үшін соңына дейін тұра ала ма? Жоқ болса, онда қазірден бастап жергілікті әкімдерге, күштік құрылымдарға ревизия өткізіп, мемлекет ұлт сатқындарының орнын дереу шынайы патриоттарға алмастырыңыз. Мемлекет құрушы бірдеңе бола қалса, ел тәуелсіздігін шынайы кепілі қазақтардың рухын көтеруге барлық жағдайды жасаңыз. Көзіңіз жеткен болу керек, осы елде не болса да көтерілетін қазақтар. Өйткені қазақтың ғана әлеуметтік жағдайы баршадан төмен. Оның ішінде ұлттық мүдде тілқышылы да орасан. Соғыс болса да қорғауға аттанатын осы қазақтар. Сондықтан патриоттық бағыттағы идеология ғана рух көтеретіні, ал елді мемлекеттілікті сақтап қалатын заманауи қарумен бірге халықтың, әскердің да рухы болатын білетініңізге күмән жоқ, құрметті президент мырза. Соңында айтарым, Қазақстан халқының басым бөлігі салуға жоспарланып отырған АЭС-қа қарсы. Қауіпсіз технологияларды қалайтыны сөзсіз. Қауіпсіз, екінші, онсыз да орыс тілді Мазақстанға, кешіріңіз, орыс университеттерінің келуі де идеологияларын бірге әкелетін сөзсіз олардың. Бұларды 10 есе орап алатын өркениетті мемлекеттердің университеттері тұрғанда қазақтың наразылығын тудыруда. Үшінші, орыс қаруын алуға да соңғы 2 соғыс көрсетті, олардың қаруының неменеге тұратынын қарсымыз. Осы видео үндеуімді белгілі блогерлардың таратып,
президентке, ата аталған күштік құрылымдардың басшыларына жетуіне көмектесулеріңізді сұраймын. Құрметпен Кереку қаласынан Бейсенбай Тегі Роза Зайкенқызы.